Мұхтар Әуезов «Хан кене» пьесасынан үзінді. Олай болса, Алтарыстың баласы мына сөзге құлақ сал. Қазақ болғалы басынан қилы заман кешірген. Жақсы күні бір болса, асу белдерін асам деп аса алмай, қос қанат қайырылып, ошарылған, күңіренген күндері де болған. Басшыдан ми, қарашыдан күй кетіп, бет-бетімен тозып, қайың сауып, қаңғырып кеткен күнде болған. Бірақ соның бәрі болса да, бұрынғы ата-баба біз көргенді көрген жоқ еді. Көрініп келген апаттан жаман болып, іштен кернеп келе жатқан дерттер бар. Соны бәрі де өзің көріп, сезіп тұрсың. Көзі жасты, көңілі қаяу кәрің бар. Жалын жұтып, іштен тынып, шерменде болған жасың бар. Темір ноқта кигізіп, шектіргелі тұрған қолға қасың бар. Ақ патшаның құлысың. Уалы емес, құлысың деп тұр міне. Соны көріп, осы қазақ баласының қара өзегін қақ жарған жалынды арман бар. Бірлігің, елдігің, игілігің кеткен заманда етек жеңін түрініп, екіленіп шыққан ерді өксейсің. Қиялай қиқу шыққанда қаңтарыла кететін омыраулы басшыға құштарсың. Жоқ па сондай тәуекел қып, тас жұтып жүрген қазақтың қамқоры. Арысы Абылай, берісі Қасымның ұясынан ұшқан жез қанат балапаны мінеки. Алыстан тоят тіленіп, қасқарып шыққан қырандарың осылар. Ел боламын, сілкінемін десеңдер, екі тізгін бір шылбырды қолыңа беретін ең келді. Бұрынғы басшының барлығын байқамай қап өтіксең, ендігі келген осылар. Алдыңғының сарқыны осы, бұдан айырылсаң, бойыңды жазбайды. Тас түйіндей бірікте, жолына тілеуіңді қосып, осы ақ тілеудің үстіне мына кенені хан сайлы. Осындағы игі жақсының байлауы сол. Не айтарсың ел?